Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңкар арнасында кезек шығарылым. Біз бүгін тағы да жеңілдікпен тіркеу мәселесін қозғағалы отырмыз. Өткен жолы видеода қаралым өте жақсы болды, дегенмен сұрақтар да өте көп болды. Мәселен, тіркеуден шығып қалған, яғни воздухтағы көліктерді тіркелеме дейді, немесе жүк көліктері, яғни фуралар тіркелеме дейді, армян көліктері тіркелеме дейді. Осылардың барлығына мен ішкі істер министрлігінен жауап алдым, осы видеода бар, ендеше кеттік. Кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында осы дүйсенбі күні президент осы мәселе халыққа дұрыс түсіндірілмей жатыр деп үлкен сынға алды. Одан кейін ішкі істер министрлігі әрине түсіндіру жұмыстарына бірден кірісіп кетті. Дегенмен осы күні, дүйсенбі күні олар арнайы видео таратқан болатын. Ол кезде жалпы 300 мыңнан астам Қазақстанда шетелдік нөмір таққан көлік бар екенін айттым, және қандай көліктер нақты тіркеуге жататынын айттым. Негізі олардың тіркеу уақыты қашан басталады деген сұрақ бар. Оның жауабы мынадай екен. Қажетті заңнамалық өзгерістер күшіне енгеннен кейін және тиісті үкімет қаулысы қабылданғаннан кейін заңдастыру басталады. Бұл ретте заңдастыруды жарты жылдың көлемінде өткізу жоспарлануда. Байқасаңыздар, бұл жерде жаңа жылдан басталады деген сөз жоқ. Заң жобаларына қашан қол қойылады, сол кезде басталады, сосын 6 айға дейін созылады дейді. Жаңа жылға дейін қол қойылып үлгере ме ол заң жобаларына дейін, әлде тағы да кешіге ме, әзірге белгісіз. Одан кейін қандай көліктерді тіркеуге қойылмайтыны, іздеудегі көліктер кедендік тазартудан өтпеген және Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегінен кейін кірген көліктердің қойылмайтыны белгіледі. Ал осы жолы рөлі оң жақта орналасқан көліктер тіркеуге қойылатын айтылды. Яғни сізде праворулька болса, оны тіркеуге қоюға болады. Шығарылған жылына шектеу қойылмайды және экологиялық санатына шектеу қойылмайды. Яғни ескі көліктерде де осы жолы тіркеуге болады. Уақытша тіркеуге қойылған сары нөмірлі автокөліктер дедік, армян көліктері ғой, яғни оларды да осы жеңілдік акциясы, бір реттік жеңілдік акциясы кезінде Қазақстанда тұрақты тіркеуге қоюға мүмкіндік болады екен. Төлемдерге тоқталсақ, ең негізгі төлем жаңағы алғашқы тіркеу жарнасы ол 200 мың теңге шамасында болады, ал утиль алым мүлдем болмайды. Сонда 200 мың теңгені төлейсіз. Одан бөлек мемлекеттік тіркеу нөміріне, яғни госнөмерге төлейсіз және техникалық құжатқа, техпаспортқа төлейсіз. Сонда 200 мыңнан сәл артық төлеу керек болады. Енді сіздердің өткен жолғы сұрақтарыңызға жауап берейін. Алғашқысы жүк көліктеріне қатысты. Фура жүргізушілері үлкен көліктер, жүк көліктері осы жеңілдік акциясында тіркеуге қойылама дейді. Оны ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитетінің аға инспекторы Алтынбек Жамалиев осы сұраққа қатысты былай деді. Фураларға байланысты адамдар соны көп сұрайды. Жеңіл көліктер ғана ма, әлде жүк көліктері де қойылама? Фуралар әсіресе. Бұл жерде тек қана жеңіл көліктерге ғана қатысты. М1G деп даже тип транспорта можете указать. М1G деген. Келесі воздухтағы, яғни Ресейде тіркеуден шығып қалған көліктерге қатысты, оның жауабы мынадай екен. Ар жақта учеттан шығып қалған көліктер тіркеуге қойылуы мүмкін ба, жоқ па? Қойылады. Олар қойылады. Правоустанавливающий документтер құжаттар керек енді. Ол біз құжатсыз тоже қоя алмаймыз. Сол правоустанавливающий құжаттар керек. Правоустанавливающий документ дейді, яғни көлік сіздікі екен нақты дәлелдейтін құжат болуы керек. Ол техпаспорттағы иесінен алынған сенімхат немесе сатып алу туралы келісім шарт, яғни ДКП дейміз ғой. Сол міндетті түрде болу керек дейді. Енді мен түсінім, көлік сіздікі, бірақ сізде енді Қазақстанда қанша адамның қолынан өткен көлік, анау иесінен не сенімхат жоқ, не ДКП жоқ. Бұл мәселенің қалай шешілетіні әзірге белгісіз, бірақ ол болмаса тіркеуге қоймаймыз деп отыр. Сонда біраз көліктер тіркеуге қойылатын тізімнен шығып кетуі мүмкін екен. Мынадай мәселе ғой. Ресейлік көлік немесе басқа шетелдік нөмір таққан көлік алар кезде барлықтарыңыз мың ойланып, мың толғандыңыздар, оны жасыратыны жоқ. Достарыңыздан, басқалардан сұрадыңыздар, басқа шетелде тіркеген көлік алсам қалай болады екен деген. Бұл жерде нақты шешімді өздеріңіз үшін өздеріңіз қабылдағандарыңыз дұрыс. Себебі дастан мініп жүр, сұңғат мініп жүр, немесе мақсат мініп жүр, оларға ештеңе болып жатқан жоқ. Мен де алайын деген ой келді барлықтарыңызға, жарты Қазақстан мініп жүр деген сияқты. Бірақ
бұл жерде сіз шешімді өзіңіз үшін өзіңіз қабылдап тұрған жоқсыз. Жаңағы айтқан ресейлік нөмір тағып жүрген адамдар сіз үшін шешім қабылдап тастады деген сөз. Ал шынтуайтына келген кезде ол сіздің миллиондаған ақшаңыздың сыртқа кету, оның тәуекелге бару олар үшін түк қажет емес. Сондықтан өз қаржыларыңызды өздеріңіз басқарғыларыңыз келсе, өздеріңіз үшін өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Тым үлкен тәуекелге бармағандарыңыз дұрыс, менің ойымша. Өздеріңіз білесіздер ғой енді. Әзірге осы Оңғардың Оңкар арнасындағы келесі шығарылымда жүздескенше сұрақтарыңыз болса астына пікірге жазыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Амандықпен жолығайық.